Сарайшықта алтын орта қазақ хандығы мен Ноғай ордасының хандары жерленген. 1459 жылы италиялық Фрамораның дүниежүзілік картасында Сарайшықтың маңы билеушілер қабырстаны деп көрсетілген. Әйгілі Марко Поло батыстың патшасы деп атаған алтын орданың атақты ханы Тоқтыны Шермұхаммед Мунис және Мұхаммед Агахи Фердаус ал-Иқбал деп аталатын жазбасында Сарайшықта жерленген деп жазған. Хиуа ханы Әбілғазы да өзінің шығармаларында Тоқты мен оның әкесі Мөңке Темірді осы қалада жерленгендігі туралы айтады. Тоқты ханның атынан соғылған тиындар Сарайшықта жүргізген қазба жұмыстары барысында жиі табылып тұрады. Тоқты хан тиындарында Насыр ад-Дин немесе Гияс ад-Дин деген атамалармен кездесіп тұрады. Сонымен қатар ұйғыр тіліндегі Тоқтыбек деген атымен де кездеседі. Сарайшықтан табылған ең көне тиын Үкек қаласында соғылған Тоқты ханның басылымы болып табылады.